Inni халақту ибади хунафа. Расында мен барлық құлдарымды дейді, жердің бетіндегі барлық құлдарымды Алланы ғана мойындайтын сана сезіммен жаратқам дейді. Қараңыздар, Алла Тағаланы ғана мойындайтын сана сезіммен жаратқам дейді. Аллах Тағала тарапынан әділетсіздік жоқ мүлде. Жаңа пайғамбарымыз саллаллаху алейхи айтқандай, «Мә мин маулудин юладу илля ала фитра». Жер бетінде бір сәби жоқ дейді. Аллаға бейім, Алла Тағаласына бейімделген сана сезіммен жаралмайды. Фа абаваху юхауиданихи. Неге ол сана сезім бұзылады? Ол кішкентай сәбидің ата анасы. Егер юдей болса, юдей қыз жібереді дейді. Ау юнассирони, егер христиан болса, христиан қыз жібереді. Ау юмаджисани, егер отқа, пұтқа, жұлдызға, күнге табынатын болса, отқа, пұтқа, жұлдызға, күнге табынатын қыз жібереді екен. Бала сол сана сезімде дүниеге келеді. Сосын бала сол сана сезімнің негізінде сұрақтарды қояды ата-анасына. Енді ата-анасы Алласын, пайғамбарын, дінін танымаса, не жауап береді оған? Бүкіл жаңағы қателік, бүкіл дұрыс емес нәрсенің бәрі осы жерден басталады. Кішкентай баланың өзіне, өздеріңізде де естеріңізде, бала сізден сұрауы мүмкін, күнді көрсетіп, айды көрсетіп, әке мынау не деп? Қойжи десең, әкесінің түрі. Осындай әке бұзады оны. Осындай ана бұзады оны. Ол үйлейді дұрыс деп атырын деп, ата-анасы. Көрсі қандай мәселе. Өйткені сана сезімнің, білімнің, бүкіл диссертациялардың жеткен жері дүние тіршілігі. Және соның сәні, қараңыздар, соның үлкен жаңағы арғарай өркендете беру деген мәселе. Алла Тағала жоқ. Көрдіңіздер ме қалай бұзылады? Сол сәби ертең ата-анасын қарғай ма, қарғамай ма? Қарғайды. Көрдіңіздер қандай мәселе? Сумма яумал қиямати, сосын қиямет күні. Қараңыздар, якфуру баъдукум би баъдин. Бір-бірлеріңе қарсы келесіңдер дейді қиямет күні. Қараңыздар. Ва ялғану баъдукум баъдан. Бір-бірлеріңді қарғайсыңдар дейді сол жерде. Дұрыстықты неге үйретпейсің? Ол айтады, менде дұрыстық жоқ, атамнан солай алғам деп та. Атасы айтады, мен мына жақтан алғам дейді. Міне осындай қиын жағдайлардан, қияметтің осындай қиын сәттерінен құтқару үшін ата Құранды түсірді. Және ол Құранды әдемі түрде іс жүзінде көрсетіп беру үшін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи жіберді. Теңдессіз адам жердің бетінде. Қазір қандай мәселе? Сондықтан осының бәрін жаңағы хадисул қудсиде Алла Тағала айтады, мен құлдарымды сол Алла Тағаласын мойындайтын сана сезіммен жараттым дейді, бүкіл құлдарымды. Фаджталатхумуш шаятину. Сосын шайтандар келді де, фаджталатхумуш шаятину ан динихим. Оларды дұрыс діндерінен адастырып әкетті дейді. Көрдіңіз бе қандай мәселе? Сөйтіп адасқан халық пайда болды. Сосын ол адамды Құранмен түземесең, уахимен түземесең, ол адам ары қарай кете береді екен. Ары қарай адасып кете береді екен. Ана адасқанды қанға сіңіп кетеді. Қанға сіңгеннен кейін, одан кейін бір ақиқат келсе, ана ақиқатқа көңіліне жақпайды. Көрдіңіз бе қандай мәселе? Қарсы шығады сол нәрсеге. Адам осындай дәрежеге дейін бұзылып кетеді екен. Осы таухидтың өзінде Алла Тағаладан басқа тәңір жоқ деген нәрсені түсіндіргенде де, мына адамдарға жалпы осы мәселені түсіндіргенде, мына ширк деген сөз, не деген сөздерді көп битіп қолдана беретіндей емес, мысалы. Бір жеңіл тәсілдерін көрсетіп қойған өзі Алла Тағала. Пайғамбарымыз сол тәсілдермен үйрететін. Құран қалай түсіндіреді, солай түсіндіреді. Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Ва дараба лакум масалан мин анфусикум. Сендерге өздеріңнен мысал беріп тұр дейді. Яғни өз өмірлеріңнен алып. Қараңыздар, түсінікті болатындай. Қараңыздар.
хәлләкум мимма малакат айманукум мин шурака. Сендердің қолдарында ол кезде жаңағы құлдық, құл иеленушілік заман болды ғой әлі. Содан жаңағы Алла Тағалаға серік қосып жүрген адамдардың жаңағы құлдары бар. Сол қол астыларындағы құлдарыңнан сендердің мүліктеріңе араласа алатын екінші қожайын бар ма дейді. Серік бар ма дейді. Ана құл келіп, ол мүлік дегенде де уже көп нәрсе. Ол жерде малың бар, оның малы бар, оның неше түрлі мүлкі бар, оның әйелі бар. Түгел осы нәрселерге араласа ма дейді құлдарың. Бұл менікі деп. Бар ма сондай дейді, мен шурака икум. Фима разақнакум. Яғни біз сендерге берген ризықтарға араласып жүрген бар ма дейді. Қара қалай жеңіл түсіндіреді. Әрине жоқ дейді олар. Фаантум фихи сава. Яғни бәрің бірдейсіңдер. Қай қожайын қалайды өзінің мүлкіне біреудің араласуы. Ол құл түгіл басқа бір адамды араластырасыз ба? Араластырмайсыз. Міне сол мысалды келтіреді. Қалайша әлемдердің Раббысының мүлкіне біреуді араластырасыңдар сендер? Сендер кімсіңдер өзің? Казалика нуфассилул аяти. Осылай біз түсіндіреміз сендерге аяттарда. Аяттарда түсініксіз ештеңе жоқ дейді. Бәрі түсінікті. Осылай түсіндіреміз сендерге. Лиқауми яқилун. Тек қана бұл аятты түсінетін нәрсе үшін тек ақыл керек дейді Алла Тағала. Ақылы дұрыс деп тұрған адам болса, аятты осылай түсіндіреміз дейді. Егер де мынауыңды қой деп итеріп тастайтын болса, онда ей пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам сен біл. Балиттаба аллазина заламу ахваахум биғайри ғайб. Егер сені тыңдамаса, кетіп баратса, теріс айналып, онда Алла Тағаланың жалғыз деген хақсына әділетсіз болғандарды біл. Олар тек қана өздерінің көңіл қалауларына еріп бара жатыр дейді. Көңіл қалауларына ғана еріп бара жатыр. Фәмән яхди мән адаллалла. Енді ол адасқаннан кейін, енді Алланың аяты көмектеспегеннен кейін, енді оны кім жолға салады дейді қараңыздар. Кім жолға салады? Ешкім саламайды. Уәмә ләкум мин насирин. Бітті, енді оған ешқандай жәрдемші жоқ дейді Алла Тағаладан кейін. Жеңіл түрде түсіндіреді бәрі. Бұл дін бір жаңалық, сен ғана әкеп тұрған емессің, ей пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам. Фаақим ваджхака лиддини ханифа. Алла Тағалаға бейімделген, Алла Тағалаға арналған күйде жүзіңді қараңыздар, осы дүп-түзу дінге қарай бұр дейді. Осы түзу дінге қарай бетіңді бұр дейді. Жүзіңді, көңіліңді, жүрегіңді, сана сезіміңді түгелін осыған қанағаттандыр дейді. Міне, бер осыған. Фитратулла дейді, қараңыз, фитратулла. Бұл Алла Тағаланың адамның тумасынан салып қойған сана сезім дейді. Әрбір адамға тумысынан салып тастаған сана сезім дейді. Алла деген нәрсе. Алладан басқа тәңір жоқ деген нәрсе. Фатаран наса алейха. Бүкіл адамдарды сол сана сезімнің негізінде жаратқан дейді. Көрдіңіз бе қандай мәселе жатыр? Залика динул қоййиму. Дүзу дін деген осы ғана дейді. Басқа ешбір дін бұның қасында дүзу боламайды, бітті. Көрдіңіз бе? Дүзу дін деген осы дейді. Валакинна аксаран наси ла я'ламун. Көрдіңіздер ме? Бірақ адамдардың көбісі білмейді дейді. Білмейді. Саналарына басқа нәрселер қалыптасып қалған. Алла Тағала әдемі мысалдарды береді. Кейде өмірлерінен алып, мысалы, ва иза массан насу дур деген мысалы зарар. Егер адамға бір зиян, залал, зарар тиіп кетсе дейді. Қиын жағдайға түсіп қалса, өзімізде де мысалы кейбір бір жағдайларда қиын жағдайға түсіп қалған кезіміздегі күйімізді еске алып отырайық. Қандай сондай бір күй болса. Ва иза массан наса дур. Адамдарға бір зиян, залал тиіп кетсе дейді. Дағау раббахум мунибина илейхи. Раббыларына жалбарынады ықыласпен. Бүкіл нәрсені шығарып тастайды сана сезімдегі. Яғни сөздер қалай кетеді? Раббым, енді өзің болмаса біттім. Раббым, енді өзің құтқармасаң болды бүкіл нәрсе. Егер осыдан алып шықсаң, менен шүкірлік жаңағындай құлды таппайсың деген тақырыптарда кетеді.
Сосын Алла тағала жаңағы сумма иза азақакум минху рахматан. Сосын оларға бір рахымдылығының дәмін таттырса, яғни құтқарып шықса жаңағы жерден. Иза фариқу минху бироббихим юшрикун. Сонда олардың бір тобы, кейбіреулері жаңағы ар ұждан жібермейді. Мен айттым ғой, енді оқиын намазды. Мен айтқам, осы аурудан жазып берсең, я Раббым, мен 5 уақытқа тұрамын деген демес. Көрдіңіз бе? Жаңағы мысалы, егер де соны жаңағы рахымдылықтың дәмін таттырған кезде, олардың бір тобы дейді, Алла тағала бәрі деп тұрған жоқ. Яғни кейбіреулері бар, ақыл Алла тағаланың сәттілігімен тура жолға түсіп кетіп жатқан. Бірақ олардың бір тобы Раббыларына қайтадан серік қоса бастайды дейді. Ал сол қылығын ол білмейді дейді. Негізінде сол қылығын мен түсіндіретін болсам дейді Алла тағала, лиякфуру бима атайнахум. Біздің оларға берген нығметтерімізге күпірлік жасап жатыр дейді ол. Мен ғой дейді оны құтқарған. Ол ұмытып кетті. Басқа нәрсеге кетіп жатыр деген емес. Бұл Рахман деген Аллах тағаланың сипаты. Сондай бір ерекше сипат. Мысалы, бір христиан болсын, бір буддист болсын, бір иудей болсын, бір бұтқа табынатын болсын, бір атеист болсын, қандай да бір қиын жағдайға ұшырап қап, содан шыға алмай жатса, содан шығарады Рахман. Көрдіңіз бе қандай мәселе? Рахым бұл дүниеде беріледі. Тек ақыретте жоқ. Егер сол күйінде өліп кетсе. Шайтан осындай жағдайлардан андай адастырады. Мен бір өмірде болған бір оқиғаны айтайын. Бір қазақ жігіті, осыдан 10 жыл бұрын, қателеспесем 15 жыл бұрын. Сол бір күні үйімізге дейді, ана бір қағазды, Сторожевая башня деген бір қағазды әкеп тастады дейді. Біреулер есік қақтырады, аны оқыңыз деп. Сосын бір тауға шығайын деп жатқанбыз дейді, бір кешке. Сол жерде бір жаңа кітапты көрейінші, оқиыншы деп ішінде оқып едім. Егер де жағдай қиын болса, мені Исаны еске ал деген сөйлем бар екен. Көрдіңіз бе? Соны оқып, сосын қоя салдым дейді. Сосын жаңа бір таудың басына демалуға барады, таудан көтеріледі, жаңа кішкене мастанады, көтеріледі, мастанады. Сосын біраз биік жерге шығып кеткен ғой. Сосын түсейін десе, үрей келеді. Сол кезде жаңағы шайтан кеп салады ғой жаңа сөйлемді. Қараңыздар, қандай мәселе. Сол кезде Иса дедім дейді. Білмейді екен, ата-анасы үйретілмеген дін. Көрсе қалай кетіп жатырмыз? Шатыса береміз да. Шайтан әрбір жағдайда жүреді, жаңағындай жағдайда. Ол өзінің нәрсесін жасап кету керек. Көрдіңіз бе қандай мәселе? Содан әйтеуір, бұлай да бұлай қиналып бір түстім дейді. Иса ғана құтқарды мені дейді. А негізінде құтқарған Рахман. Рахман қиыншылықтан құтқарған кезде оның басқа бір нәрсеге табынып жатқанына қарамайды. Ол құтқарады бұл дүниеде оны. Түсінсін депті. Сонымен жаңағы сол қалада христиандардың, баптистердің мықты уағызшысына айналып кетті. Шіркеуде жүреді. Біле адамдар қалай шатысып қала береді, қалай адасып қала береді да мәселе. Қазір айналадағы туысқандарға, айналадағы өздерінің әріптес сыныптастарының бәріне дұрыс нәрсені, дұрыс сана сезімді үйрету керексіңдер. Жоқ дегенде ол Алладан басқа тәңір жоқ деген нәрсеге жүрегіне Алла тағала нәсіп етсе, мүмкін әлі 5 уақыт намаз оқымайтын шығар. Бірақ жаңағындай біреулерге алып кете алмайды. Соны алып кете алмайтын жағдайын жасап қою керекпіз да біз жоқ дегенде. Көрдіңіз бе қандай мәселе? Бізге толық қажылық оразасын түгел 5 уақыт оқығаны керек, одан басқасына бір қарамайтын сияқты оқып қалғанбыз біз. Бұл дұрыс емес. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи неден бастады? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи Алладан басқа тәңір жоқ деген діннің негізін үйретті. Менің Раббым Алла, пайғамбарым Мұхаммед саллаллаху алейхи вассалам, кітабым Құран деп кез келген жаңағы Сторожевая башняны итеріп жіберетін болу керек ол. Жоқ дегенде осы күйде жүру керек ол. Осы нәрсені үйрету керексіз. Басын қатырып, артық бірдеңкелерді беріп, артық нәрселерді ауырта бермеңіздер адамдарды. Әркімге өзінің күні бар, шамасы бар келетін әр нәрсеге да. Істі оздырып жібермеу керек. Өткенде Қытайға мысалы қаншама қыздар шығып кеткен күйеуге. Бәленбай мыңдаған қыздар Қытайға шығып кеткен. Бұтқа табынатындар.
Алла Тағала Құранда айтады: "Ла тункихул мушрикина". Қыздарыңды мүшриктерге мүлде бермеңдер. Валау ажабакум. Естерінде кетсе де ана мүшриктер, малы көп, дүниесі көп. Түсіндіңіз? Берме дейді қызыңды. Ал қаншама қыздар кетіп қалды. Кімді дүниеге келтіреді енді олар? Қытайды дүниеге келтіреді. Көрдіңіз бе қандай мәселе? Міне осы дінді тану мәселесі бірінші орында тұрған мәселеде. Өзің Раббыңды дұрыс танысаң, сізді ешкім аламайды. Одан кейін бірте-бірте тәрбиелене бересің, жақсы нәрселерді, жақсы істерді үйрене бересің. Өзі ислам тәлім тәрбиесі әкеліп, ойыңа сіңірте береді де әрбір салиқалы амалды.